бізде Қазақстан Республикасында жалпы діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заң бар. Осы заңда осы 2011 жылы қабылданды, қазан айында. Нақтылап көрсетілді. Яғни Қазақстан Республикасы тарихи ерекшелігін ескеріп, ислам дінінің ішінде ханафи мазхабының тарихи рөлін таниды деп. Яғни біздің қазақ даласындағы ұстанып келген осы ханафи мазхабы. Осы мазхаб ұстанып келген ешқандай алауыздық болған емес. Қазіргі кезде осындай жаңағы мазхабты теріске шығарып, тіптен біздің тарихымызды теріске шығарып, өткен уақыттың барлығында қазақ халқы дінсіз болған сияқты, деген сияқты бір сандырақ сондай бір пікірлерді айтып жүр қазіргі кезде. Ең басты не, бұл айтқанда, жастарды дін ұстанатын болса тек ханафи мазхабын ұстануға ғана шақыру керек. Әрине бұл арнайы заң шығару керек болған. Басқа барлық ағымдарды, яғни ислам дінінің ішіндегі Қазақстандағы барлық ағымдарға тыйым салу керек. Оның ішіндегі ең қауіптісі де ол салафилік ағымы. Оның әрине біз байсалды салафиміз, біз жаңағы деп бөліп алған. Оның байсалдысы да, радикалы да, басқа да жаңа 7-8 тобының барлығының түп негізі, түп айтқанда ұстанымы бір барлығының. Сондықтан барлығына бірдей тыйым салу керек. Жалпы діндар мұсылман адамды сипаттап бере аласыз ба? Өйткені мешітке баратын, бес намазын оқитын адам кейбір үгіт насихаттарға өзінің қалай сеніп қалған білмей қалуы да мүмкін. Дәл осы тұста қалай ажырата білу керек? Мешіттің өзінің ішкі тәртіптері бар. Барлық мекемелердің тәртіптері болғанса, мешіттің де ең басты жаңа ханафи мазхабын ұстану, біздің заңдарымызды басшылыққа алу. Одан кейін ішкі жалпы тәртіп имамға бағыну. Мешітке келген кезде мешітте имам, мешіттің арнайы бекітілген мамандарынан басқа адамдарға уағыз айтуға ешқандай рұқсат берілмейді. Сондықтан мешітке келгеннен кейін ішкі тәртіпке бағынып, тек имамның, мешіт қызметкерлердің былай айтқанда дәрістерін тыңдау керек. Сондай жағдайлар болды ма? Имамның сөзін құлағына аспай, ондай жағдайлар кездесті ме? Жеке өзіңіздің тәжірибеңізде? Жалпы мынау жатағым дейміз ғой. Жатағымдардың ішіндегі ең радикалдары мешітке де келмейді. Көбісі. Біз намаздарда ескертіп айтамыз. Сіздердің мешітке келмей оқып жүрген намаздарыңыз қабыл болмайды. Жиналып жамағатпен оққан намаздың қабыл екендігі біздің дінімізде айтылады. Бөлініп, өздерінше тығылып үйлерде оқу. Бұның барлығы айтқанда соңында қауіпке апарып соғады. Жиналып әртүрлі жаңағындай белгісіз адамдардың шетте отырып интернет арқылы өздерінің уағыздарын жіберіп өткен адамдардың уағыздарын тыңдайды. Сондықтан мешітке келіп имамның уағызын тыңдаса, дәрісіне қатысса, ханафи мазхабын ұстанса, ол адамнан ешқандай бір террорист шықпайды. Шыққандай емес бүгінге дейін. Құлағына жаңа құлаққап тағып алады. Ол көзге байқалып тұрады өзіңіз. Алдыңызға келіп әдейілеп отырып алатындар да бар. Оларды жаңа тәртіпке салғыңыз келсе, осы төбелес шығарады мешітте. Оған былай айтқанда тек заң, қатал заң керек оларға. Бәрін тәртіпке салу үшін. Сондықтан жалпы бұлардың жаңағы өздерінің ұстаз санайтын адамдары мешіт имамдарын тыңдамауға, олардың былай айтқанда өздерінің ұстанымдарына күмән кіріп кетеді, олар тыңдасындар имамдарды. Жалпы Құран кәрімде мынау дінсіз адамдарды осылай сипаттайды, мұсылмандар демес. Олар былай айтқанда құлақтарын бас бармақтарымен тығып алады. Оларға былай айтқанда бір Құран дұрыс бір уағыз айтылса, оны тыңдағысы келмейді деп, дінсіздерді осылай сипаттайды Құран. Ал қазіргі мына мұсылмандардың өзі мешітке Алланың үйіне келіп тұрып, осылай имамның уағызын тыңдамауға барлық әрекеттер жасайды. Оның барлығы былай айтқанда әрине бірінші жаңағы заңның бостығынан деп айтамыз. Көрші мемлекеттерді көріп отырсақ, осы заңды қатайтуға мәжбүр болды. Яғни өйткені барлық осы шегінен шығып кетті, біздегі сияқты қазіргі уақытта. Сонда барлық салафилік ағымға тыйым салды. Өзбекстан, Тәжікстан білесіздер. Сол сияқты бізге де қатал тәртіп қойылмайынша, оларды былай айтқанда жастарды осындай тәртіппен ұстап отырмаса. Шииттерге тоқталсақ, шииттер олар кімдер? Біз кімдерді шииттер деп бөлеміз?
Енді жалпы ахли сүнна уәл жамаа дейміз. Яғни былай айтқанда пайғамбарымыздың сүннет жолын ұстанушылар және соның артынан ерген жамағаттың жолы. Бұл негізінде 4 мазхабтан тұрады. Яғни былай айтқан 4 құқықтық мектеп. Бұл Абу Ханифа мазхабы, Шафиғи, Хамбали, Малики мазхабтары. Бұл әлемдегі мұсылмандардың 2 миллиардтан астам мұсылман болса, соның 90%, одан да астам пайызын құрайды. Ал жаңа айтып кеткен сәләфилік, шииттік бағыттар, бұлар бір аз бөлігін ғана құрайды. Яғни былай айтқанда мынау қазіргі айтып отқанда сәләфилік, оның ішінде салафи, өзін салафи санайтындардың өзі 7-8 топқа бөлініп кетті қазіргі кезде. Бір-бірін мойындамайды бұлар. Сондықтан шиит, яғни бұл араб тіліндегі шиа деген жақтаушы, мынау 4-ші халифа Хазірет Алиді жақтаушымыз деп шықты негізінде, бұлар шиалар. Яғни бір топ деген мағынаны білдіреді. Бұл енді шиа, былай айтқанда, сүнниттен әліне үлкен айырмашылығы бар. Олай дейтіміз, бұл шианың өзінде бір 16-17 топқа бөлінеді өзі арасында. Оның ішіндегі ең сүнниттерге жақын деген исмаилалардың өзінде ерекшеліктер бар. Атап айтатын болсақ, жалпы мынау ахли сүннада 4 халифаның ішіндегі ең абзалы Хазірет Әбу Бәкір, яғни бірінші халифа деп есептейтін болсақ, одан кейін Омар, Осман, Али деп келеді. Бұларда ең сүннитке жақын шииттердің өзі бірінші орынға Али деп, Алиді тіпті бұлардың адасқандары Алиді Құдай дәрежесіне дейін, Хазірет Алиді Құдай дәрежесіне дейін шығарғандары бар. Жәбірейіл періште Құранды қателесіп Хазірет Алиге алып келді деген сияқты неше түрлі былай айтқанда исламға жат түсініктері бар топтар. Көргендеріміздің естеріне сала кетейін. Өзіңіздің сұрағыңыз болса, бүгінгі қонағымызға қойғыңыз келсе 222-333 тікелей нөмір арқылы қоя аласыздар. Немесе өзіңіздің осы мәселеге қатысты пікіріңізбен бөлісе аласыздар. Тарихқа тереңірек қарасақ, дәл осы бөліну қай кезден басталды? Өйткені өмірдің өзі пенде болғаннан кейін бөлінумен қосылудан тұрады. Енді жалпы бұл 3-ші халифа Хазірет Османның кезінде басталды осындай бүліктер. Яғни ол кісінің біраз жұмсақтығын пайдаланып бүліктер басталды. Мынау Хауариж деген топ бар тарихта, яғни бөлініп шығушылар. Бұл осы бастапқы кезде Хазірет Осман 3-ші халифаның кезінде бастады. Ол кісінің тіпті шәйіт болуына да себеп болған осы топ. Одан кейін әрине мынау Хазірет Али 4-ші халифаның кезінде бұлар сол Хазірет Алиді тіпті діннен шықты, кәпір деп айыптады осы Хауариж тобы. Олар мұсылмандарды өлтіріп, айтқанда неше түрлі бүліктер салды, қарақшылықпен айналысты. Қазіргі мынау салафилік ағым дейміз, қазіргі салафилік ағымның пікір көзқарастары осы Хауариждерге барып тірелетін негізінде бастапқы кезде. Өлініп шығушыларға. Яғни былай айтқанда әділ халифа, оның 4-шісі Хазірет Алидің өзін дінсіздікпен айыптап, тәубаңа кел деп, сондай бір адасқан білімсіз надандар еді. Яғни қазірде де сол Хауариждердің аты бөлек сәләфилік бағыт, сәләфилік былай айтқанда вахаби деп айтсақ болады, былай айтқанда дұрыс. Вахабилік ағым осы Хауариждердің пікір көзқарасына барып тіреледі. Яғни сол 4-ші халифаның кезінде тарихта белгілі соғыстар болды мұсылмандардың арасында. Соғыстардың себеп болуына да осындай пікірдегі, яғни көн ислам ғұламаларын, халифалардың өзін мойындамай, сахабалардың сөзін тыңдамай, оларды да жаңағыдай дінсіздікпен айыптаған. Дәл қазір кезде де жалпы имамдарды, үлкен ғұлама, дін ғұламаларын да теріске шығарып, айтқанда 4 мазхаб имамдарын да теріске шығарады, бұл сәләфилік ағым, яғни вахабилік. 4 мазхаб имамдарын да теріске шығарып, олардың бәрін адасқан деп мазхаб ұстанбаймыз. Біз өзіміз таза дұрыс жолмен жүрміз деп есептейді өздері. Негізіне қарайтын болсақ, бұл адасқан топтар. Көрерменіміз бар сияқты. Алла саламатсыз, тыңдап тұрмыз. Саламатсыз. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Мен мына бас имамға айтатын бір сұрағым, мына басқа елдердегі сияқты, араб елдеріндегі сияқты біздің өзіміздің қазақстандық мұсылмандық форма болса қайтер еді? Бүркеніп жүрмей, сүйретіліп жүрмей, не обязательно мына не ұқсап қап-қара болып бет аузын жауып алмай, сеткі салмай, бір өзімізше едине Қазақстанның мұсылманның формасы болса қалай болар еді деген.
Рахмет сұрағыңызға. Енді біздің қазақ ата бабамыз бұл ислам дінін жақсы толыққанды ұстанып келген. Яғни сан ғасырлар бойы 12 ғасырдан астам осы ислам дінін ұстанып келген. Ислам дінімен үкім берген билеріміз, қазыларымыз. Ислам дінінің киім үлгісін киіп келген. Біздің дәстүрлі киімдеріміздің барлығы осы ислам дінінің киім үлгісі. Яғни дәстүрлі біздің әйел кісілердің киім үлгісін айтып отыр бұл кісі. Әйел кісілердің дәстүрлі киім үлгілерінің барлығы біздің осы ислам дінінің киім үлгісі. Одан ешқандай айырмашылық жоқ. Ол қатып қалған қайда жоқ, қара киіну керек, бетті жауып жүру керек деген нәрсе жоқ Құран кәрімде. Бұл жердегі әйел кісілердің етек жегін қымтап жүруі, оны дәстүрімізге, тұрғылықты жерге байланысты, тұрмыс тіршілікке байланысты ыңғайластырып киюге әбден болады. Бұған байланысты Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы да әртүрлі осындай конкурс жариялап, дәстүрлі өзіміздің әрі діни, әрі дәстүрлі киімімізді неше түрлі үлгісін көрсеткен болады. Сондықтан әркім өзінің ұлттық нақыштарын, өзінің ұлттық былай айтқанда көріністерін көрсетіп, осы киюге әбден болады. Дінге бағынатын адамдарды басқа біреулер қолданып кетуі әбден мүмкін ғой. Өйткені дәл сол адамдардың уақытша болса да мақсатын ортақ қылып, дәл сол күдіктілердің өздері мысалға құрбан болып қалуы мүмкін. Ондайда нұсқа қарала ма? Енді әрине, мысалы алып қараңыз, Сирия мемлекеті қазір қандай жағдайда? Бұл жерде небір ғұламалар бар еді. Уағызын айтып отырған, дәрісін жүргізіп отырған, барлық былай айтқанда барлық қандай дәріс берілу керек, жоғары деңгейде ұйымдастырылып отқан әлемде жоқ ғалымдар сол жерде. Бірақ уағыз тек уағыз жеткіліксіз, тәртіп, қатал тәртіп болмайынша жастарды былай айтқанда басқа өзіңіз айтқандай шет елден біреудің басқарып, өздерінің қол шоқпарына айналдырып кетуі ол кездесіп жатыр қазір. Имамдар тарапынан қаншалықты шағымдар жиі айтылады? Қаншама ескертіп айтамыз. Амал жасалмайтын Құран аяттармен, хадистермен амал жасауға тырысады. Бұл былай айтқанда үкімі жойылған хадистермен. Оларды ескертіп айтсаңыз, қанша ескертсеңіз де тыңдамайды көбісі. Айтқанда сәл тәртіп қойып бастасаңыз, мешітке келмей қалады. Мешітке келмей, жұма намазға да келмей қалады. Сондықтан мешітке келген кезде тәртіпті қанша күшейтесіз, айтқанда мешітте жамағат азайып бастайды. Әрине бұлар өздерінше намаздарын оқуға басқа не істеуге тырысады. Сондай-ақ жалпы интернет ғаламтордың байланысты белгілі шектеулер қою керек. Көбісі, яғни былай айтқанда, белгілі бір сүзбе дейміз ба, белгілі. Көбісі жаңағы осы интернет арқылы алады мағлұматтарды. Тіпті жаңағы соңғы кездері былай айтқанда біздің мемлекетімізді жоққа шығаратын, билікке қарсы айдап соғатын неше түрлі бейне материалдар, неше түрлі уағыздар пайда болды. Олардың бәрін осы жастар тыңдап алады да, өздерінің жаңағы былай айтқанда хақ исламда жүрміз деп, олар мына Құранда айтылғандай, олар Құран аяттарын оқиды сізге. Түсінікті. Пайғамбар хадистерін оқып тұрып, адастырады, өздерінің пікірлеріне, көзқарастарына бұрмайды. Осы құрметті көрермендер, еске сала кетейік, бүгін біздің студиямызда қонақта болған қалалық орталық мешіттің бас имамы Серікжан Еншібайұлы. Мен сіздермен түнгі жаңалықтарға дейін қоштасамын. Амандықта көріскенше.